Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз Ата азамат бағдарламасы жобасы аясында отбасындағы еңбек мәдениеті мен тәртіп тақырыбында подкаст жүргізетін боламыз. Бүгінгі қонағымыз 3 баланың әкесі және де мектебіміздің алғашқы әскердегі пән мұғалімі Аманжол Қайрат. Қош келдіңіз. Қош келдік. Жақсы, сұрақтарға көшсек, жалпы сіздің үйіңізде балаларға еңбек ету міндетті екенін қалай түсіндіресіз? Енді еңбек ету міндетті екенін қалай түсіндіргенде, еңбекпен ел шыңданады, адам шыңданады. Үйдегі еңбекті мысалы көрсетіп отырып, мысалы ең бірінші үйдегі шаруадан бастаймыз. Үйдегі шаруаны бала ары істеп, оны көрсету үшін бірінші өзім көрсетіп отырамын. Мысалы өзім істеу арқылы маған қарап отырып, балаларымды уже кішкене жағаласып қызықтырып, сосын оны қалай істеу керек әдістерін көрсетіп. Жақсы, рахмет. Келесі сұрағымызға көшсек, балалар міндетін орындамаса қандай әдістерді қолданасыз үй жағдайында? Балалар міндетін орындамағанда ондай не болған емес, бірақ қатаң түрде өзім ұрсам, яғни ол жауапкершіліктен не ойлайды? Орындамаған жағдайда ол бала жауапкершіліктен айырылады. Ол соған қалыптасып кетеді. Ол сол жауапкершіліктен айырылмас үшін оған жаңағыдай ұрсып, дұрыс көрсетіп, яғни жауапкершілікті сезіндіру ол әр адамның міндеті деп ойлаймын. Баланың әрбір істеген шаруасын жауапкершілікпен істеу керек. Яғни оған сен осындай жұмысты көп беремін, мысалы, сен осыны бүгін бітір қою керексің. Яғни де қазір мысалы балалар көбінесе көп уақытын соткаға арнап кетеді, ойынға кетеді, яғни ол баланы жоғалтып аламыз екен. Ол бала қазір түсінбеуі мүмкін, бірақ келе ол өзі кетіп қалғанын байқамайды. Одан кейін ол баланы уақытында сен қайтара алмайсың. Одан кейін ол баланың психологиясы өзгереді. Ол үшін оған соткаға қатты беріп кетпес үшін бірінші үйге өзің тапсырманы реттеп қоясың, осы тапсырманы орындау үшін. Яғни сол тапсырма орындалмаған жағдайда ол бала үйде менен таяқта жеуі мүмкін. Яғни ол берілген тапсырманы орындау керек. Яғни жауапкершілікке үйрету. Белгілі тәртіп керек. Жақсы, рахмет. Отбасында ортақ ереже бар ма? Және оны сіздер қалай бекіттіңіз егер бар болса? Енді қатты ережені етпейміз. Негізі ереже болғанда әркім өз шаруасын білсе, әркім өз жұмысын білсе бізде. Сосын оның бәрі ақылдаса керек. Әрбір ережеміз біздікі бір-бірімізбен ақылдасып, соны істеу керек, соны атқару керек деп солай шешеміз. Жалпы отбасыларыңызда еңбек арқылы бала мінезі қалай қалыптасып жатыр? Енді еңбекті адам негізі шындайды ғой. Мысалы өзімізді, мысалы бала кезімізде үйде шаруадан көз ашқызбайды. Яғни шаруаны істеп бала дамиды. Көп еңбектің әрбір жұмыстың қалай істейтінін мысалы бала істеп үйренгеннен кейін ол бала дамиды. Әрбір нәрсені түсінеді. Яғни солай қалыптасады, солай балаларға жұмыс шаруамен. Яғни еңбекті түсіндіру, яғни өзінің міндеті сабақ оқитын уақытын сабақ оқыту деген сияқты. Рахмет. Келесі сұрағымызға көшсек, үй шаруасын жалпы баланың жасына қарай бөліп бересіз бе? Жас ерекшеліктеріне қарай. Енді баланың жасына қарай енді қатты ауыр жұмысқа етпейсің ғой, мысалы. Жай әлі келгенше, өзінің келгенше істеген. Яғни ол мысалы жай қар күреу, мысалы, малдың балаларым 5 оқиды деген сияқты. Мысалы, оның қасына інісі, мысалы, ағасы істеген жұмыс істемейді. Просто қасында серік болып жүргізіп, өзі әйтеуір. Шаруа, ағасы істеген шаруаны, көріп, кішкене өзіне миына құятындай. Яғни өз жас ерекшелігіне. Қазіргі таңда барлығымызға белгілі, балалардың бәрі көбінесе әлеуметтік желіде отырады. Осы жағдайда телефон мен үй жұмысының арасындағы тепе-теңдік отбасында қалай сақтайсыз? Енді телефон мен үй шаруасының аралығында белгілі бір тыйым бар ма? Телефонды осы уақытта аралығында ұстау керек, осы уақытта қолданбау керек деген секілді. Енді ондай тыйым барған, тыйымды негізі мен өзім беремін. Мен көбінесе сотқа ұстап беремін. Ал
сол сотканы алып қоямын. Сотканы бір момент беремін өзім берген уақытта. Өйткені берген уақытта кішкене ойнайды. Уже баланы байқайсың, уже соткаға кіріп бара жатқан уақытта алып қоямын. Өйткені соткаға кірген бала бір-бірімен араласу ондай біле қоймайды. Мен оны көп зерттеген нәрсе, мысалы соткада көп отырған балалар, одан кейін соткасын алып қойған жағдайда балалар уже бір-бірімен ойнайды үйде. Уже бауырмалдыққа үйренеді бір-бірімен. Уже қызығасың балалар өзі бір-бірімен ойнап, күліп, кәдімгідей кеткен ойын ойнап. Соткада болған жағдайда әр бала әр жақта өз соткасымен ойынға кіріп, бір-бірімен сөйлесіп, тілдеспейді. Яғни бауырмалдық суытады. Яғни менменшілік өзгеріп кетеді бала. Өзін ғана ойлайды, сондай психологиясы қатты өзгеріп кетеді. Жалпы осы бала тәрбиесінде өз үйіңізде қандай қатты кедергі болды баланы тәрбиелеу кезінде? Есіңізде қалып? Енді баланы тәрбиелеуге кедергі негізі басты мақсат осы ұялы телефонға көп беріп, соған нетіп қоятынбыз. Мысалы, көресің өз қатарларына қалмасыншы, нетпесінші деп алып бересің, бірақ ол негізі дұрыс емес мақсат. Бала әлі өсіп келе жатқан бала, ол дамитын бала, ол қатармен жүріп үйрену керек, үйдегі шаруаны істеп үйрену керек, сонымен миы қалыптасу керек. Егер соткаға кіріп кеткен бала, оны қалыптастырып шаруаға үйрете алмайсың, ол баланың біріншіден психологиясы өзгереді, одан кейін ол баланы, мысалы сотканы алып үйреніп қалған бала, алып қойсаң, ол бала жылайды, психологиясы өзгереді. Сол ең қиыны сол негізі сотка. Көбінесе соткадан ажыратуға тырысу керек. Жақсы, рахмет. Соңғы сұрағымызға көшсек, қазіргі ата-аналарға осы бала тәрбиесінде қандай өзіңіздің үш баланың әкесі ретінде кеңес берер едіңіз? Енді кеңес болғанда қазақта өз сөз бар ғой, бұрыннан айтып қойған. Егер балаңды аясаң, аяма дейді. Яғни еңбекке, үйдегі шаруаға, жауапкершілікке үйрету. Негізі ең басты біздің міндетіміз жаңағы елін сүюге, отаныңды өз құрметтеуге, өз тіліңді құрметтеуге. Сосын әр жауапкершілікке өзінің жауапкершілік сезімін үйрету деп ойлаймын. Жақсы, рахмет, Қайрат мұғалім. Бүгін мен осы сұхбатымыз аяқталды. Келесіңізге